жыламайлық баш теребіз, бұт киім жоқ, тамақ аш жоқ, начар. Бірде тойсың, бірде тойбойсың. Келеді болған жегеніміз талқан. Bir kaşık talkandı çınığa salıp koyup, oşonun üstüne çay da yok da. Sunu koyup alıp aralaştırıp koyup oşonu tabakta içemiz. Oşonu tüpçansak da ölgen yokmuş falan. Cambılaka gelgende, bayto neme, bektep balıysa gel. Oğru bir жағынан basıp, açkaçılık bir жағынан basıptı bile. Ayıbay ölüm köp bolup atkan kesi gel. Al kışında okugan yokmuş. Қайда бар оқиыз, полиция болып атса мектеп. Анан жастың алдыменен егін отодық. Жана күсілі баш тердік, орақ ордық. Байқұшқа аялдар баласын бешке бөліп алып көтеріп жүріп су шығарғанлары болды. Емі көсім елестетсем, жанағы бір елек іш алған үліш жерге айда жоқшыд. Айдағаны соқы басы қармаған соқы менен. Al biriyle çiğip gitti, ana gereğini geç kaydamış falan. Жалғыз анын üstüne atkan mingen 7-8 taştağıyla bala. Ulan düşüp ki baldardı albaştırıp, sokağa kırmağın kişini albaştırıp oturup oşuntip bir gene de yerde aydaydı. Ananın başın can alıbız kalbayana terip. Üstüne açığa uğurlağanға meyis жетпепtir. Barısı soğuşka деп oturup, Жылағаш жырдық, жылағаш чапанды етіне киіп, алда тамдығы жоқ, жырдық. Ошентіп жатқан жерінде өлген балдар болды, кишілер болды, аялдар алып барып көп жүрді, киші жоқ. Ананы ал уақытта киші өлсе қорқычуыз. Өт алып емеспіз де, тияқтан, көшеден өт албай тескері жақтан өт. Анан соғыш деген соғыш екен, Құдай соғышты атынды ұғыспасын сілерге. Өсін емес. Ушунчалык кыйналып, ушунчалык эл жашады. Бирок ошондо бир келедей неме алып калбай согушка жиберип атты. Мен ошондо 10-11 жаштагы кыз болсом, эме байпак түйөм. Согушка колдор ишип атпыр деп бутуна байпак түйөбүз. Журканды согуп, анын жүзүнө мийирип берет. Байпак түйөбүз, колгап түйөбүз. Анан Ашыракман дегенин бирөө кетиптер туугандардан. Ашыракман аке буту ооруп, үшүп атат. Кола үшүп атат десе, баягы жакты баламын да түйгүм келбейт кышты күнү. Анан ошону айткандан түйүп кирем, жанталаш. Эле эмне кармаса кошо кармап жүрүп, бүт үйрөнүп алган, ийи кийирген дагы, түйгөн дагы. Анна сагын тартып анан байпак түйдүм, согуш бүтөр бүткөн жокtu. Жайды күнү болсо ошентип тамтайып, жылагайлак жылаг бут кийим жок. Чоңөрдү аралап буттун баарын тыттырыпты беле. Ачышат, жуугандарды беле Кудайга үнүм жетет. Анда дагы касыркы самын бар дейсиңби? Шакар самын ал илгери ошол дары-дармек жок кезде тас баланы айыктырган самын менен бутту жууганда Кудайга үнүм жетип өкүрүп ыйлайм. Ошентип жүрүп ушул даражага жеттик. Ал убактагы элдин эмгеги аябай чоң. Баласын жөнүнө көтөрүп алып, бактын түбүнө коюп, анан байкуш аялдар суу сугарып, кечиндери калып келет, анын үйүндө бала барбы жокпу ким билет. Ошондой күндөрдү өткөрдүк алдыгы, Кудай болбосун согуш, атынды угуспасын. Анан элибизде тынччылык болсун, токчулук болсун, барчылык болсун, молчулук болсун.